Мен Камилов Елдос, Шығыс Қазақстан облысы, Аягөз қаласы тумасынан. Қазір 19 жастамын. Қазіргі таңда күрес түрлерінен олимпиадалық даярлық орталығының спортшысымын. Мен 7 жасымнан Аягөз қаласында күреске алғаш рет келген болатынмын. Мен алғаш рет ағам алып келді бұл күреске. Және де сол жерде Еркешұлы Мереке деген өзімнің ағайым жастайымнан дайындап келе жатыр. Әлі күнде де жеке бапкерім. Менің алғашқы спортта карьерамда маңызды жарыстар 2018 жылы басталды десем болады. Сол 2018 алғаш рет Қазақстан чемпионатына жеңімпаз атандым. Әлем чемпионатына қатыстым сол жылы. Халықаралық турнирлерде жүлдегер атандым. Бүгінгі таңда мен Астана қаласында Жақсылық Шүкемпіров спорт сарайында оқу-жаттығу жиынында жүрмін. Бұйырса осы 1-2 мамыр күні Турция мемлекетінде өтетін халықаралық турнирға қатысамын. Болашақта мақсаттарым ол әрине әлем олимпиадашыларын бағындыру, қазақтың туын желбірету. Өзімнің ағайыма Еркешұлы Мерекеге алғысым шексіз, және де осы Қонысбек Каримовичке рахметімді айтамын.